Бүгін сіздерге повязка тігіп көрсететін боламын. Бізге ол үшін осы өлшемдегі маталар керек болады, және резинка керек. Матамызды екі бүктейміз. Маталарымызды екі бүктеп, түзу тігіспен тігіп шығамыз. Екіншісінде тігіп аламыз. Енді кішкентай матамызды аламыз да бүктеп, бұны да тігіп аламыз. Енді матамызды оң бетіне аударамыз. Аударып, жақсылап үтіктеп шығамыз. Кішкентай матамызға енді резинка саламыз ішіне. Резинка салып, екі шетінен тігіп шығамыз. Резинкамыз дайын болды. Енді матамызды осылай айқастырып қоямыз да. Дәл видеодағыдай жасаймыз. Шетіне резинканы қойып, негізгі матамызды орап, шетін тігіп шығамыз. Екінші жағында дәл солай тігеміз. Міне біздің повязкамыз дайын болды. Сіз де тігіп көріңіз. Өте оңай тігіледі.